Қайырлы күн, қайырлы кеш баршаларыңызға. Бүгін менің қозғайын деп отқан тақырыбым барлығымыз машина айдайтын кісілерге арналады. Штраф алған кезде оны білеміз, кәсіби бойынша кіріп, мои платежиге кіріп, штрафы по госномеру авто деген кезде сіздерге штраф шығып тұрады. Бірақ сіздерде спорный момент болады. Қай жерден мен штраф алдым, оның фото контролін қалай көруге болады, ол үлкен мәселе. Міне соны бүгін сіздерге қай жерден көруге болады көрсетейін деп отырмын. Каналға лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды маған. Ендеше кеттік. Ол үшін Google-ға кәдімгідей EGOV деп жазасыздар. EGOV деп жазасыздар. EGOV-ты ашасыздар. Мен жерде ашылып тұр. Содан ашқаннан кейін YT дегенді басасыздар. Енді YT деп басасыздар. Міндетті түрде EGOV-ға онлайн ЭЦП кілт соннан немесе менің осы видеолардың арасында как получить онлайн ЭЦП ключ деген бар. Егер бірінші рет бұрын алмаған болсаңыз онлайн ключті міндетті түрде соннан барып сізді базаға енгізіп солай алып алуыңыз керек. Бір рет албағаннан кейін сіз базаға енгеннен кейін EGOV-тың сіз әрқашан онлайн үйден ала бересіз. Тек удостоверениеңіздің иініңіз и удостоверение номеріңіз болса болды. Так, егер ол болмаса, әрине сонынан аласыздар. Егер онлайн кілттеріңіз бар болатын болса, ЭЦП дейсіздер и выбрать сертификат дейсіз. Міндетті түрде осылай шығады. Енді көп жағдайда қараңыздар, бұл арада бір ескертетін нәрсе бар. Менде де проблема, білмеймін неге екенін таппай жүрмін. Mozilla деген браузермен кірмейді. Mozilla-мен кірмейді. Мен Mozilla-мен ашық тұр екен. Соны копировать етіп алып, мен желательно неге кіремін? Желательно Google Chrome деген бар. Мына жерде Google Chrome деген браузерді орнатып алыңыздар міндетті түрде. Google Chrome деген танымал браузер. Соны орнатып алсаңыздар проблема болмайды. Енді кірген кезде, осылай кірген кезде, басқан кезде сіздерде сертификат таңдаңызды басқан кезде сіздің неңіз қосылмаған, NCLR қосылмаған дейді. NCLR-ді сіз міндетті түрде орнатып аласыз. Тоже Google-ға жазсаңыздар, как скачать NCLR деп, и Windows-іңіздің свойствосына кіріп сізде қандай операциялық жүйе орнатылған. Соны көресіздер. 64.32 соған байланысты NCLR-ді орнатасыздар. Енді бұл жерде NCLR-ді орнату туралы видео бар. Тоже каналдан қарап кетсеңіздер болады. Мына жерде NCLR деп тұр. Мен NCLR-ді қосасыздар. Сағат жақтан пайда болады міндетті түрде. Қарайсыздар, NCLR қазір шығады мына жерде. Міне NCLR шықты, көрдіңіздер. Менде сағат жақта үстінен басам. Оң жағын басам, міне NCLR программасы менде шықты. Енді барып, мынаны обновить етіп барып кіретін болсам, ЭЦП-ға мен сертификатты таңдаңыздар. Менде сұрайды сертификатты. Міне. Осы жерден Путин көрсетесіздер өздеріңіздің. Мен өзімнің неме кіремін, кілтіме. Так. Допоем кілт ЭЦП. Так, Флорида. Давайте. Аутсамен кіреміз. Осылай басамыз и кіріп кетеміз. ЭЦП-мен кіргеннен кейін енді өздеріңіздің ЭЦП-ларыңызбен кіресіздер. Так, мынандай сессия инвалид деп атса, обновить дейміз. Болады ондай жағдайлар. EGOV-та осындай проблемалар өте көп, сондықтан қайтадан көрсетеміз. Так, егер кіргеннен кейін осылай сізде шығады, аты жөніңіз жазылып тұрады. Енді осы жерге штрафы деп жазасыздар. Орысша штрафы. Міне штрафы деп жазсаңыздар, осы жерге сіздерге поиск и оплата административных штраф деп шығады. Соған кіресіздер. Кіріп, арғарай оплатить онлайн дейсіздер и заявка бересіздер. Заявка бергеннен кейін сізге міндетті түрде PDF файлыңызды міне осы жерде иінің бәрін далее дейсіздер. Штраф, далее дейсіздер. Иін бойынша менде қазір данный момент штраф жоқ. Егер сізде штрафыңыз бар болатын болса, осы жерде шығады. Шаг 2, шаг 3. По указанным форме нарушение не найдено дейді. Көрдіңіздер, егер сізде штраф бар болатын болса, осы жерде шығып тұрады. Далее деп бәрін кілтті көрсетіп толтырасыздар. Сіздерге PDF файлда скачать етіп аласыздар. Сол жерде көресіздер. Қай жерде нарушать еттіңіздер, не линия бастыңыздар, бәрі кәдімгі четко көрсетіліп тұрады. Примерно өзіңіздің жүрген жеріңізді білесіз. Соңғы дата бойынша
15 күннің ішінде, то есть бір аптаның ішінде төлемесеңіздер 50% болмайды. Сондықтан на месте келген кезде кіріп қарап алып, спорный момент болатын болса, оны көре жатарсыздар. Сол жақпен сотқа не жазып заявление, егер спорный момент болмайтын болса, өзіңіз түсінген болатын болсаңыз, бір аптаның ішінде штрафты төлеуге ұмытпаңыздар. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.